Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай оңай және тез жасалатын компот жасайтын боламыз. Дәруменге бай, өте енді қолда бар жемістерден жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал мінекей, құрметті көрермендер, бүгін осындай қонақтан артылып қалған жеміс жидектеріміз бар. Енді жаңа Айназман айтып кетті, мама, бұрын компот жасайтын едіңіз деп. Қазір компот ішпейді, балалар дүкеннің соқтарын ішеді. Мен өз негіз қолдың табиғи заттары, табиғи тағамдарын өте жақсы көрем. Сорпа су болсын. Осылай ауылда болғанда бәленбай банкі осылай компот жабатын. Қазір енді сағынған шығар. Осыдан маған компот жауып беріңізші деп жатыр. Бір лимонды әдейі алдырттым. Сосын балаларым бір маракуйя дей ме немене бірдеңе жасапты. Сок па бірдеңе жасаптындай жалбыз мята дейміз ғой. Сондай қалған екен. Сонымен араластырып бір-екі банкі осындай үйде бар жемістермен сіздерге компот жауып көрсеткім келіп тұр. Қазір күз мезгілі болғаннан кейін жасауға болады. Қысқа бір 10-15 банкысын жапсаңыздар, шөлдегенде ашып ішуге болады. Мен енді мынау жүзімдерімізді енді жұрт бүйтіп тұсасымен салып жатады екен. Енді мен олай салылмайды екен тұсасымен. Біз ауылда жүрген кезінде де сол қайынсіңлімнің үйінде огородында виноградтар өсетін, кішкентай. Сол виноградтардан ылғи бәленбай банкі компот жабатын. Енді мен осылай үзіп салғанды жақсы көрем. Себебі білмеймін, орын алады да шығар деп ойлаймын, мынау несімен ағаштармен нетсе. Сондықтан да осылай барлығын мен бір-бірлеп осылай тазартып алайын. Кесетіндерін кесіп, алатындарын алып, сосын ары қарай көресіздер. Біз мінекей барлығын жемістерімізді дайындап алдық. Енді кастрюлемізге сақырлап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бисмилля. Сақырлап тұрған ыстық суымызды құйдық. Мен рецептіммен осылай жасап көріңіздер негізі. Бисмилля деп жуылған алмаларымызды жаңағы азғантай мынау немізді груша дейміз, екі ыстық суға жаңағы бүкіл жемістерімізді саламыз неке. Барлығын саламыз ыстық суға. Барлығын салып, енді араластырып, бізде мұздай су бар. Сол мұздай суға кішкене не араластырып алып, мұздай суға алып, қайттан саламыз. Көп ыстық суда көп ұстауға болмайды. Салғаннан кейін кішкене араластырып, лезде мұздай суға сала қоясыздар. Мен осы рецептпен уже неше жыл жаптым. Өмірі компотым атылмайды. Өмірі компоттарым азып кетпейді. Мен рецептім ең керемет рецепт. Сондықтан да уайымдамаңыздар, қалай болады екен деп. Енді ыдыстарымыздың бір шайып жүрейік те, ішіне сүзіп алатын боламыз қазір мұздай суда. Мұздай судан жемістерімізді аламыз. Керемет көп емес енді. Бары осы негізі. Енді тағы да ойлап тұрмын. Осыдан кейін тағы да әртүрлі жемістермен тағы да жауып алсам ба екен деп. Осылай барлығын сүзіп алайық. Енді қанша бар, сонша мен сіздерге жасап көрсетемін. Мен әрқашанда қандай жаңағы компот жапсам да балаларға, бұрын балалардың кішкентай кезінде көп жауып жүрдік қой. Барлығын дәп осы рецептпен жасаймын. Жұрттар уксус қосып жатады, білмеймін, мен ондай қосып көрмеппін тәттіге енді. Енді әркім әрқалай жасайды ғой, ештеңе демеймін. Сіздер қалай жабасыздар, маған айта кетіңіздер. Мүмкін мен дұрыс жаппай шығармын. Білмеймін, енді осы рецепт өзіме ұнайды. Соны сіздермен бірге бөлісейін деп жатқан ойым бар. Сүзіп алдық. Енді бізде жуып тазартылған банкаларымыз мінекей.
Ал енді крышкасын бәрін жуып тазартып алдық. Суымыз мінекей қайнап жатыр. Басып қояйын. Қақпақтарын ашып, енді біз осы жемістерімізді қорықпай ғана таза қолымызбен осы банкаларға салып аламыз. Әрқайсысына мысалы екі жаңағы неден, сливадан мысалы осылай екі-екіден, үш-үштен салыңыздар. Өздеріңіз біліп отырасыздар қалай екенін. Әйтпесе біреуіне көп, біреуіне аз кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да бүйтіп екі-екіден осылай бірдей қылып теңге салып аламыз. Виноградтың мына жүзімнің өзінен де жала беруге болады негізі. Бұларды енді санап керек емес. Кішкентай болғандықтан бүйтіп ұстап сала береміз. Өте дәмді болады, құрметті көрермендер. Қантын енді өздеріңізге байланысты. Қантын қалай саласыздар? Кейбіреулері қантын өте көп салады екен де, сосын ішетін кезінде жаңағы кішкене қайнаған су араластырады екен. Үлкен банкаға жау керек шығар, ол үшін енді негізі 3 литрлік банкаға да жапқан жақсы. Бір ашсаңыз молынан болады. Бірақ бұлай да жаман емес. Осымен компоттай үстелге қоятын компот қып та жабам негізі. Қонақ келгенде олай да жасауға болады. Өтініп сұрасаңыздар, солай да жасаймын. Бізде груша екеу-ақ қана болғандықтан біз оны бөліп тастайын деп тұрмын. Енді ренжімесін, қай-қайсысына да осылай бөліп салайын. Осылай бөліп салайық. Сосын алманы осылай бір-бір деп салып жүрейік. Жеткенше салайық, жетпеген енді ештеңе етпейді. Сосын бізде мынандай лимонымыз бар. Лимон бізде үйде көп тұрады, себебі мен лимонмен ыстық суды араластырып ішкен жақсы көрем. Сондықтан да бізде көбіне лимон үйде болады. Енді осы лимоннан 1-2 дөңгелектен салып жүрейік. Артық болмайды. Кішкене қышқыл берсе, шөлді қандырады, бір жағынан пайдалы. Сондықтан да салғандарыңыз жөн болады. Осылай екеуден мен лимон салып жүргім келіп тұр. Лимон деген дәруменге бай. Баяғыда менің үлкен қызым машинаға мінсе жүрегі айнып, құсып сөйтетін. Содан ылғи да осылай лимон берем, лимоннан кішкене варенье жасайтын, бұл кезде апельсин қосып. Если лимоннан варенье жасап көрсет десеңіздер, онда көрсетуге болады. Енді біздің жаңағы балалар кеше бірдеңе жасап ішті. Сол кезде осындай қалған кішкентай, мен осылай алып қалдым, қызық көріп, жаңағыдай бір жалғыз ғой енді. Артық болмас, кішкене дәм берсін енді деп салып жатқан нем бар, жайым бар. Енді болмай жатса керек емес. Менде болғаннан кейін кішкене түсін келтірсін, дәм берсін деп қосып жатырмын. Ал енді мінекей болды. Енді біз қайнап тұрған суымызды осы банкаларымызға құяйық. Суды да алдын ала қайнатып қойып жатыр, уақыт алмайық деп. Бессина деп суларымызды құятын боламыз. Ой, құрметті көрермендер, кешіріңіздер, біздің қантымыз бар екен ғой салатын. Менде мынандай 200 граммдық неки стакан бар. Енді сол ойлап тұрмын, 200 грамм қылмай-ақ мен соны осылай ғана 3-тен 2 бөлігін салайын деп тұрмын. Болады, бір стакан толтырып салуға да болады. Сіздер өздеріңіз бақылаңыздар енді. Бисмилля. Енді осыған біз қазір қайнап тұрған, сақырлап тұрған суымызды құямыз. Бисмиллахиррахманиррахим, бұйырту жексін. Шайнекте де қайнап тұр, оны да құйып жүреміз қазір. Неке осылай құйып алдық. Енді қақпақтарын жауып, біз қазір қайнап сырты ыстық болғандықтан ыстық суға саламыз кастрөлге. Мұздай суға
енді салуға болмайды, банкаларын жарылып кетеді. Ал ендеше кеттік, суға саламыз. Міне, құрметті көрермендер, осындай кастрюльге су құйып қайнатып жатырмын. Енді бұл өзімнің өзіме сенімді болу үшін астына осылай шөлек төсейміз. Сосын жаңағы мінекей компоттарымызды қараңыздаршы, тұрғандай керемет. Осылай қолдарыңызға қолбақ не болмаса шүрекпен осылай компоттарыңызды суға саласыздар. Байқылап жарылып қалмасын, түс төкпесін қолдарыңыздан. Мінекей 3 банкамызды суға салып алдық. Су мінекей ортан белінен келіп тұр. Енді осы қайнағаннан кейін суымыз сақырлап, енді кәдімгідей қайнағаннан кейін бір 15-20 минуттай уақытқа қойып қайнатып кішкене осылай суда ұстаймыз. Себебі бұл өзімізге кепілдік. Әдем болу үшін, қыста атылып кетпеу үшін, осылай сақталып қалу үшін. Ал енді ары қарай қайнап болғаннан кейін сіздерге көрсетемін. Құрметті көрермендер, мен осылай қайнау керек. Әдейі сіздерге көрсетіп жатырмын. Қаттыға қойып, ол жарылып кетіп, банкаларыңыз масқара болмасын. Осылай ғана қайнау керек. Крышкалары әлі жауылмаған. Мен жай ғана кесіп қойдым осылай. Соны көрсетейін деп әдейі. Компотымыз дайын болды, аузын жауып алдық. Енді біз плиткеме, көрпегеме бірдеңеге орап, теріс қаратып, бір түнге қоятын боламыз. Мен рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Өздеріңіз бір салат бірдеңе жап деп айтсаңыздар да онда жауап берем. Ал келесі кездескенше қош сау болыңыздар.